2017 жылдары маған өзім бір қатты мынандай жүрекке тиетін сөз айтты да. Аға деді, сіз маған бәрін айттыңыз деді. Әлем чемпионы боламын дедім, болдым. Азия чемпионы боламыз деді, болдық деді. Азия ойындары чемпионы боламыз деді, болдық дедім. Азия әке чемпионы боламыз деді, болдық деді. Дағы олимпиаданы маған айтты. Мен айттым, Жәнібек, сен өзің білесің ғой деді. Бірақ мен Жәнібекке айтқанмын енді. Сен мен сияқты бола алмайсың дедім. Мен сияқты боксер боламын. Бірақ сен менен сәл кішкене ұқсайсың деді. Бірақ ары қарата сен өзіңдікін дамытасың деді. Гандбол, волейбол, футбол, саубол. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біздің студияда қонақта белгілі бокс маманы, Қазақстанның еңбек сіңірген бапкері және орта салмақта IBF және WBO тұжырымдары бойынша әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлының алғашқы бапкері Мұрат Сиқымбаев ағамыз қонаққа келіп отыр. Мұрат аға, қош келдіңіз. Рахмет, көп шақырғандарыңызға алғысымды білдіремін. Ал Мұрат аға, әңгімемізді әріден бастасақ, осы Жәнібек туралы. Жәнібек өзі Алакөл ауданы Жыланды ауылының тумасы. Сіз Алматы қаласының тумасыз. Бірақ Жәнібек боксқа келгенде сізге келді. Сол қалай болды сізді? Негізі бұл енді біраз кішкене ұзақ әңгіме еді, бірақ қысқаша айтып кетейін. Негізінде өзіңіз білесіз, атақты меценат Жер-су корпорациясының меценаты, спонсоры осы Алматы облысының Алакөл ауданының Жыланды ауданының тумасы Бауыржан Келіспеш Оспанов. Бауыржан Келіспеш арқылы 2000 жылы ең бірінші алғаш рет мен сол кісінің Жыланды ауылына барып, ол кісі сол кезде футбол, бокс және қазақша күреспен дзюдоны ашқан болатын. Сол кезде ең бірінші барып, бір тексеріп қайтқан кезінде маған сол жерде үлкен үлесі маған көпке ұнады. Сол жылдан бастап ол кісінің қалай айтсам болады, бұйымтайымен мені сол ауылыма шақырып, сол ауылда бокс секциясын үйретсеңіз қалай болады деген. Бірақ негізінде бұл мақсат басқаша болады. Негізінде біз ешқандай профессионал спортқа да деңгейге неткен жоқпыз. Ең бірінші сол балалардың деңгейін, жас балалардың сол далада тентіреп жүрмеу үшін, тентіреп жүрмеу үшін, құр жүрмейтіндей қылып, сосын спорт үйірмелерін ашқаны. Сол кісінің ашуымен, сол кісінің бұйрығымен сол Жыланды ауылына барып, бокс мектебін аштым. Жәнібек сіздің секцияға келгенде қанша жаста еді шамамен? Енді Жәнібек бірінші секцияға келгенде ол өзі негізі 6 жасында болған, 7-ге толмай. Сол кезде Жәнібек өз шешесі нап дегенде нарығы классқа берген кезде маған өз бірінші қолыма келді. Келгенде қалай болды? Оның алдында, өтірік айтпасам, есімде түсті, оның алдында Ғалым деген жігіт тренер болған. Сол кезде өзінің бірінші үйірмесін ашқан кезде ол кезде Жәнібек 6 жасында болған. Сол кезде Жәнібек балаларды кішкентай деп алмай қойған болатын. Сол кезде мен айтқан болатын, Ғалым, сен қайтесің, баланың еңсесін түсірме, боксқа барам десең кетсін, оның ешқандай зияны жоқ. Одан ол кісі бір жылдан істегеннен кейін мен сол Ғалым кеткеннен кейін мен сол өзімнің қолыма бәрін алдым. Жыланды бокс үйірмесін. Үйірмені басқарып қалдыңыз ғой. Үйірмені басқарған кезде ол кезде енді өздері білетін шығарсыздар, 2000 жыл олимпиадада Бекзат Саттарханов, Ермахан Ибраев сияқты ағаларын сол кезде олимпиада чемпионы болған кезде, олардың балалардың бәрі еңсесін көтеріп, Қазақстан елінің туын желбіреткен кезде балалардың ұлттық сана сезім оянып, бәрі сол кезде күреске де, боксқа да, үйірмелерге келе бастады. Сол кезде Жәнібек 7 жасында болған. Сол Жәнібек 7 жасында болғанда сол шешесі келіп айтты маған, осында балам боксқа келгісі келеді деп. Әңгіме әкеліңіз дедім. Сонда жас бала кішкентай қолында Бекзат Саттархановтың, Ермахан Ибраевтың ол кезде мынандай қалың дәптерлер бар еді, сол сүйреттері болатын. Сол сүйреттерін тасып өзі енді айтып тұрады ғой, адамның жүрегінде бір какой-то бір ұмтылысы бар боксқа деген. Сол кезде өзі ең кішкентай бала. Енді 7 жасында сол кезде үлкендердің арасында үйірмеде ең кіші болып сол неде қатысып жүрді. Қатысқан үйірмеге сол келді. Түсінікті. Ал кейін Алматыға алып келдіңіз, Жәнібек? Ол енді былай болды. 2001 жылдан бастап сояққа жұмысқа кірген кезде енді Бауыржан аға Келіспештің арқасында біраз өзі спартакиадаларды өткізіп, біраз жарыстарға қаражатпен көмектесіп,
Бирок жарыстарга чыктык, эл көрдүк, жер көрдүк. Баланын сезими сол кезде ояна баштады. Сол кезде мен кәдимгидей эсимде Таразга барган кезде сол кезде тагы да касында Габит деген баласы досы болгон. Экөө арасы 1 жасса. Сонда экөө Таразга алып барган кезде экөө да утуп турган, бирок сәл кичкене ана жактын нелеринин аркасында сол утуп калган кезде Жаныбек сол кезде жылаган. Сонда мен айттым, балам эмнеге жылайсың дедим, әлі өмүр алда дедим. Енді сендер де караңдар дедим. Мисалы сендерди ендиги аз баштап отуруп, сендердин өмүрлөрүң әлі алда дедим. Деним сау болсо баары үлкен үлкен белестерге шындап чыгасыңдар дедим. Содан баштап Жаныбек өзү мага сөз берген. Агай, сиз сыяктуу чемпион, мира әлем чемпиону, Азия оюндарынын чемпиону, Азия чемпиону және Олимпиадага катышсам деди. Мен сол кезде сол каттык, мына көзү жанып турган, жүрөгү толкуп турганын байкап, сол кезде жарайсың балам, батамды бердим. Сол кезде Жаныбек экөөбүз 2001-жылдан баштап 2006-жылга чейин бирге жылантас дедик. Сосын кичкене ар жагында бер жагын ойладым. Соны Бауыржан агага айттым. Бауыржан ага, енді бир уруксат болсо енді Жаныбек менен Алматыга алып кетейин. Сол жерде дайындайык. Ары карата енді уже үлкен шыңдарга чыгуу керек, уже убакыт келди дедим. Мен оны Алматыга каяка барасың дедим. Мен айттым, 1 жыл менин үйүмдө жатат, одан кийин Кудай кааласа 2008-жылы Шаңырақ Шам ауданында жаңадан Олимпиада даярдоо орто мектебинин интернаты ачылды. Сол кезде 2008-ден баштап Жаныбек экөөбүз Жаныбекти сол Шаңыракка орнатып, өзүнө сол бапкерлик жумуска кирип, сол жерде биздин эми үлкен сол жолубуз сол жактан башталды, Шаңырактан башталды. Дарбин спорттуктар. Туландыдан башталган бапкерлигиңиз Жаныбектен демек ажыраган жоксуз. Сол Алматыга келгенде де бирге болуп, сол жерде бапкер болуп жүрдүңүз, э? Өткені Алматыда 1 жылда мен бір жағдайым болып қалды. Сол кезде Жаныбек ауылда қалып қалды. Сол кезде Жаныбектің директоры болған Рамазан ағай деген кісі. Ол кісімен жақсы қарым қатынаста болдық. Сонда мен айтатынмын, Рамазан ағай, ренжімесеңіз, Жаныбек мысалы 2 айда бір алып кетіп тұрайын Алматыға деп. Өйткені қазір 1 жыл қалып қалса, енді әрине ондай баланың енді жанында жүрген жақсы ғой. Сол 1 жыл қалмасын деп, сол Рамазан ағай екеуміз келісіп, сонда шартқа отырып, сол Жаныбекті 1 жылдай сол Жылантан алып келіп, сол Алматыда дайындап, Алматыдағы біраз жарыстарға қатыстыртып, 2008-жылы сол Алматыға жаңадан интернат ашылғанда содан жол басталды. Басқа өмірдің жолы басталды. Сіз тура әкесіне қамқор болыпсыз ғой, былайша айтқанда. Әрине, енді әр бапкер 2 чаки деп саналады ғой. Мен өзімде тренерімде, мысалы, мен оны ешқашанда мен тренер деп айтпаймын, мен әкем деп айтамын. Ол кісінің арқасында біз осындай белестерге жеттік. Сол кісінің арқасында біз оқуға қатыстық, сол кісінің арқасында ел көрдік, жер көрдік, атымызды шығардық. Сол кісінің арқасында біз адам болдық десек болады. Оны біз әке деп санаймыз. Сол сияқты менде Жаныбек енді әкесі мен шешесі ауылда болса да, мен Жаныбекті өзім интернатқа каждый жұма күннен бастап үйге алып кетіп тұратын. Енді өткен бәрібір интернатты бала ғой әлі, соны тез үйрене алмады да, сол үйге әкеп арасында енді айтады ғой, орысша айтқанда разнообразие дейді ғой, кішкене әртүрлі жағдайға үйренсін дейді ғой. Сондай жағдай емес, сол Жаныбекті сөйтіп әйтеуір интернатқа тұрғызғаннан кейін 2 жылдан кейін ғой, уже Жаныбек уже сол интернаттың несіне адаптациясына кіргеннен кейін уже өзім қарапайым, өзімен өзім ерекше адам, қарапайым болды. Ал Жаныбекті қай уақытқа дейін жаттықтырдыңыз сіз, осы кәсіпқойға кеткенше ма, бірге болдыңыздар ма? Жоқ, Жаныбекті мен айтып отырмын ғой, 2000-жылдан бастап көрдім, 2001-жылдан бастадым. Содан барып 2017-жылға дейін мен онымен үзілген жоқпын. 16 жыл. 17 ғой бұл енді. Ар жағы 16, иә, 16 жыл. Сіздің Қанат Сыйқымбаев деген ағаңыз бар, иә? Бұл егізіңіздің сыңары. Ол кісі де кәсіпқой бокста көп өнер көрсеткен. Осы біздің Қазақстандағы кәсіпқой бокстың алғашқы пионерлері десе болады. ПАБА тұжырымы бойынша паназиялық қауымдастық чемпион болған. 2 дүркін чемпион. 2 дүркін чемпион. Сол кездегі Бақытжан Аманжолов бар. Аманбаев. Присижнюк бар. Есболат Тұрманов, Сергей Шымағанбетов.
Ол кезде еще Женя Зайцев та болған, Владимир Присяжнюк та болған, арасында мен де болдым. Иә, сіз де бірнеше рет кәсіпқой бокста өнер көрсеткенсіз, иә. Демек мына Жәнібектің стилін жаңағы кәсіпқойға тез бойы үйренісіп кетуге сіздердің ықпалыңыз болды ма? Енді шынын айтатын болсақ, Жәнібек соңғы 2017 жылдары маған өзі бір қатты мынандай жүрекке тиетін сөз айтты да. Аға деді, сіз маған бәрін айттыңыз деді. Әлем чемпионы боламын деді, болдым. Азия чемпионы боламыз деді, болдық деді. Азия ойындары чемпионы боламыз деді, болдық дедім. Азия әке чемпионы боламыз деді, болдық деді. Дағы Олимпиаданы маған айтты. Мен айттым, Жәнібек, сен өзің білесің ғой деді. Олимпиада деген ол саясат дедім. Оның ана үстіндегілермен басқалар, енді былай айтқанда Олимпиада саясат деді. Олимпийский комитет бар, неше түрлі бар. Солардың енді қалай айтсам болады енді. Бірінші раундтан бастап, екінші догадаться істемесең, ол жақта көп кәдімгі шахматты сияқты ғой деді. Біреуіне берсе, біреуін алып қояды. Екеуін берсе, екеуін бермей қояды. Сонда енді саясат, Олимпиаданың өзі негізі саясат болып кетті. Мен бірақ ол кезде сол Олимпиаданың алдында баратын кезде айтқан, Бауыржан аға дедім. Енді мен сізге енді Жәнібек осындай болады деп айта алмаймын деді, бірақ Жәнібек енді финалға дейін шығып мүмкіндігі бар дедім. Баяғыда сол Камран деген Әзербайжанды өзі негізі Қазақстанда Ақтөбеде тұрған әке-шешесімен. Ол негізі Әзербайжанда туған, Қазақстанға көшіп келген, Қазақстан гражданствосын алған. Сол Жәнібек бір емес екі рет оған ұмытқан болады. Қазақстанда да турнирлерде 2000 есімде, қазір айтамын, 2012 жылы таққа жүреді, так. Оралда ғой деп болмайды. Оралда Қазақстан болғанда сол Камранмен екеу финалда кездеседі. Сол кезде Камран тұлғаннан кейін сразу түсінді де, ол сразу қайтадан әкесімен шешесімен қайтадан Әзербайжанға көшіп кетеді. Сол жылдың арасында, 4 жылдың арасында ол қайтадан Әзербайжандық азаматтығын алады. И одан кейін лицензиясын ұтып алады Әзербайжандық. Сол кезде Жәнібек сол Олимпиадада четвертьфиналда кездесіп қалады. Енді әрине мен оның бойын көрдім, бірнеше рет көрдім. Жәнібек ол бойды ұтылған да жоқ. Сәл кішкене аяққа кетіп қалды. Түсінікті. Осының ашуымен анда кәсіпқой боксқа сол ашуымен сол кәсіпқой бокс болған кезде сол Жәнібектің маған айтқан сөзі болды. Сол неғып сіз маған Олимпиада сол кезде айтпадыңыз деді. Мен енді айттым ғой, Жәнібек саясат қой деп едім. Ондай болса Мұрат аға деді, ренжімеңіз, батаңыз беріңіз деді. Енді келесі Олимпиадаға дейін қалай болады, не болады, Құдай біледі деді. Мен енді кәсіпқой боксқа ауыссам қалай болады дедім. Енді мен деймін, енді батамды бердім де кәсіпқой боксқа ауысты. Түсінікті. Жаңа Қанат Сиқымбаевты сізді кәсіпқойда болды деп айтқаным, сіздерде де кәсіпқойда тәжірибе мол, тәжірибе жетеді. Жәнібек Америкаға кетерде сіздерге жүр деп айтқан жоқ па? Енді негізінде біз Қанат екен бала кезінде бір салмақта ойнадық қой, әуесқойда. Әуесқойда бір салмақта ойнадық. Біраз Совет үкіметінде біраз жерлерге бардық. Енді Қанатта чемпион союзы болды. Мен екі дүркін финалист болдым. Екеуміздің салмағымыз бір болып кетті де, бір жыл ол барса, бір жыл мен барады, сөйтіп нетіп қалдық. Сосын кейін 2092 жылы Қырғызстанда чемпионаты Сенге болған. Сонда Қанат үшінші орын алған кезде, негізі сол Қырғыздың боксер ұтқан болатын. Фамилиям түнішінде тұр. Одан кейін енді ар жағында Қанат енді марқұм Болат Кесекбаев деген сол кезде жаңадан кәсіпқой боксын ашып, үйірмелерін ашып, Цех Қонақбаев ағамыз бар. Сол кісілердің бәрі сол бірігіп сол кәсіпқой бокс ашқаннан кейін сол ең бірінші қанаттар сол Жәнібек, Бақытжан Аманбаев, Владимир Присяжнюк, Сергей Шмағанбетов, марқұм Есболат Нұрманов арасында мен де жүрдім, көмектесіп, бірақ әрине енді арасында ойнап жүрдік. Каменский дейді ғой. Сол одан кейін Қанат енді өзі айтты, Мұрат сен енді әуесқоймен жүре бер, мен кәсіпқоймен жүре берейін деп. Ол сол кезде 59 салмақта жүрді, мен 60 килограммда жүрдім. Сөйтіп бұл енді сол 2002 жылға дейін кәсіпқой бокста ойнады. Одан кейін 2002 жылға сол Америкаға бар, Латин Америкаға барып, сол жерде біраз жұмыс істеп, арасында өз бокстасты. Жоқ, менің сұрағым келгені, енді стильді айтып отырсыз ғой. Жоқ, Жәнібек сіздерге
Америкага бирге барайык деп Енді айткан ол жағы жокпу? сол содан кейін қанат екеуміз жеткеннен кейін қанат кәсіпқой боксқа кеткеннен кейін мен Жәнібекпен істегеннен кейін Жәнібек енді батасын бергеннен кейін енді әрине бұл енді өзі біріншіден барғаннан кейін енді бәрін бірінші тексеріп алайын, барып көрейін, обстановка дейді ғой, жағдайын білейін, қалай болады деп. Сөйтіп бұл өзінің жаңа қаражатымен сол Америкаға барады. Сол Берік деген журналист бар, сол екеуі келісіп, сол Америкаға барып, ана промоутерға кіріп, мына промоутерға кіріп, ең соңында жаңа Боб Арумға кіреді. Боб Арумға кіргеннен кейін өзінің кассетасын көрсетеді. Боб Арум көреді, риза болады. Кәсіпқойдың уже боксер болып дайын болған. Содан кейін Жәнібек 1 жыл контрактқа отырады, 2 жыл контрактқа отырады. Одан кейін ол енді арттан кейін жаңағы айтты, аға енді арттан кейін бәрі көрейін, содан кейін бәрі жақсы болса, retетін болса, мен сіз арттан кейін алып барамын деп неткен. Енді ана жерде Америкада саясат басқа. Ол жақта жеке бапкерлер болады. Сондықтан Жәнібек контрактқа қойғаннан кейін ана жақта өзінің контрагында ешқандай тренерді ешқандай ешкім нете алмасын, біздің контракт істесін дегеннен кейін Жәнібек уже сол жерде өзімен өзі Промоутерлар өз шартын қояды ғой. Иә, өзі шарттарын қойып. Тайсон тренер болды. Бади. Сол Бадиді көрсеткен кезде мен айттым, ничего жаман емес дедім. Почти біздің школамызда бірде істеп жатыр деп. Ештеңе өзгерткен де жоқ дедім. Ешқандай нелер еткен де жоқ дедім. Сәл просто андай орысша айтады ғой, координация дейді ғой, қиылыстарын шыққан. Сол кішкене көп секірмей, денемен істеу керек деген сияқты қылып, соны үйретті. Ал қалған өзін істен өзі былай айтқанда Қалыптасып берген. Қалыптасқан Қазақстайл деген өзім школам десе де болады. Ар жағында өзін дамытқан болмаса, ата Қазақстайл өзім школам деп өзім ойлаймын, есептеп сөйтіп. Шынын айту керек, ең баста Қазақстайл дегенде көпшілікке бір оғаштау естілді, солай қызық қабылдады. Ал қазір ол дәлелденген бір. Дәлелденген кезде көрдіңіз бе, мен енді өзім солақай болған кезде, мен өзі солақаймын да, мен өзі көбінесе ішпен үріп, боковой тұрған жақсы көретін. Мен сол кезде Жәнібекті сол әбде сол қолды үйреткенімде, бірақ әбден сол қолға үйренгеннен кейін оң қолды үйреттім. Енді сол қолын өткен неге десеңіз, бір жылдары 2009 жылдары Жәнібектің шынтағына зақым тиген, сол кезде ол ұра алмай қалды. Сол кезде мен айттым, енді болды енді. Сол қолмен ұра алмасаң, енді оң қолыңды үйретемін дедім де. Сол оң қолмен сол қолын қатты ұрғызып үйреттім. Енді өзінің бір қызығы болды. 2012 жыл чемпионат Қазақстан болғанда Жәнібек бәрі жақсы ойнап келатқан кезде, свайппен ойнаған кезде свайптың өзі таңғалды ғой. Мынау қаяқтан үйренген жас бала, 18-дегі бала деген. Енді до того физика жағынан да жақсы дамыған, бар жағынан да функционалка жағынан, аяқпен де психология жағынан, ең жақсы психологиясы жақсы дамыған. Жәнібектің стиліне сіз және Қанат ағаның әсері көп болды ғой сонда. Өйткені Жәнібекті былай қарап отырсаңыз, көптеген андай ресейлік жаңағы бокс сарапшылары да мойындап отырады, өте жаңағы чувствительный дейді да. Боксшыны түртпектеп проваливать еткен кезде сәтін пайдаланып соққы береді. Енді Жәнібекте былай қатты бір күш еш жоқ, бірақ дәл жылдам тура. Соған да айттым ғой енді. Өзім тренерімнің школасы, сол өзінің әкемнің берген, екі әкем берген школасы сол Жәнібекке берген ғой. Бірақ мен Жәнібекке айтқанмын енді, сен мен сияқты бола алмайсың дедім. Мен сияқты боксер боласың. Бірақ сен менен сәл кішкене ұқсайсың дедім. Бірақ ары қарата сен өзіңдікін дамытасың дедім. Мен саған 80% беріп школамды дедім. Бірақ сен мен сияқты 100% бола алмайсың дедім. 80%, 70-80% әркімнің өз еркі. Ары қарата сен өзіңдікін алып кетесің. Өйткені сен уже өзіне керегін аласың. Несі миы өте жақсы дамыған оған. Өйткені әр нәрсе тыңдап тұру керек, нақты орындап тұру керек, қате жібермеу керек. Жақсы қабылдайды. Иә. Өйткені Жәнібекке шыққан кезде айтатын, ең бірінші симпатия судьяларда болу керек дедім. Екінші симпатия зрительский болу керек дедім. Үшінші бапкердің айтқан тыңдауың керексің дедім. Вот сол кезде сен сонда симпатиямен сен елге де, халыққа да, жұртқа да танымал боласың дедім. Вот сол жағынан өте оның несі жақсы дамыған. Енді бапкер туралы жаңа Бади Магирді айттық қой, қазір оны Жәнібек одан кетіп, қазір бір мексикалық бапкерді. Мен енді шын айтсам бар ғой осы. Ол жағын енді айта алмаймын енді. Айтып отырмын ғой, қазір оларға кәсіпқой бокстарда олардың шарттары қандай, нелері қандай екен. Енді мен онда жоқта сұрауға да үлгере алмадым, яғни көрген де жоқпын. Бірақ
неге ауысып кетті деп енді оған бір сұрақ қойған кезде ағай солай керек болды деп мен білмеймін енді ол жағын. Олардың арасына кірмедім. Мән жайды өзім де білмеймін дейсіз ғой. Енді ол жағын енді араласқым келген жоқ. Әрине. Бірақ негізі Бадидің тұрғын школасы өзі ұстап тұрғаны маған өзіне ұнап тұрды. Өйткені ол ешкім өзгерткен жоқ. Сол. Осы 5 сәуірде өткен Астанадағы бокс кешіне сіз де бардыңыз, иә? Жәнібектің жекпе-жегін тамашалап, сол жерде болдыңыз. Жәнібектің қазіргі әлеуеті қалай? Мынандай баяулап қалған жоқ па? Жасы 32-ге келді ғой қазір, кішкене өзгеріс бар ма әлде? Енді бұл айтады ғой, психологический жағынан өте жақсы болып тұр. Бірақ қалай айтсам болады, әр боксердің өзінің стилі болады, сол стильге қарсы дайын болу керек. Әрине мынау қазіргі шыққан соперде жаман болған жоқ. Әрине Жәнібектің бір кішкене қулығын жасады, мен оны өзім байқадым. Өйткені ол бірінші раундта, ең соңғы раунд аяғында нокдаунға жібергенде единственное, что құтқарып қалғаны гонг болды. Одан кейін анау бәле ашылмай қойды. Қанша нетсе де ашылмады, іздеп жүрді. Жәнібек те іздеді. Жәнібек былай ұрса да ашылмайды, былай ұрса да ашылмайды. Единственное, мен өзім түсінгенім психологический жағынан Жәнібек дедім. Енді өзіне алдап тартып істе дедім. Сол кезде мен уже байқадым. Ол обязательно тарт дегенде ананы ұрзып алу керек те, одан кейін барып сол несін жасап алды. Оның қатесін көріп қойды да сол жерде қағып алды соны. Әр рингке шыққан ол жеңіл боксер болмайды. Көбісі елдердің бәрі сондай айтады, ой, слабый екен ғой. Ол телевизордан көрсе слабый. А мына өзін тірідей көрсең, адамның жүрегі болады, ауызы шығып кеткендей болады. Сол кезде мен өзім телевизорда көрген кезде өзімде тақым қысып тұрамыз ғой, қанша бой өткізді, сол кезде Жәнібек былай ойланып істе деп, әруақтар қолдасын деп, басымен істе деп, өзінің ішіне тілеуін тілеп тұратын. А мында өзі көрген кезде уже басқа бір неде болдым да, сезімде болдым да, істаған нәрсені жермейді. Оның сондай мысалы айтады ғой, қасқыр тістеді ма, бітті, соның тістеген жерін жермейді, ары қарата етеді деген сияқты. Жәнібектің салмағы туралы, әуесқойда ол 75 килограммда өнер көрсетті. Қазір кәсіпқойда 72-де 500 ба, сондай, иә? Төменірек салмақ, иә. Жәнібек екінші орта салмаққа өтсе қалай? Енді екінші орта салмаққа өтсе де жаман емес. Енді оның өзі арман болып тұр, абсолют чемпион болғысы келіп тұр. Енді ана салмаққа да өтсе де жаман болмайды. Мен енді көріп тұрмын, біліп тұрмын. Ол өзі қойған мақсаты ғой. Енді оны үлкен жекпе-жекті беретін оларға промоутерлер ғой, бұл жерде енді боксын еркіне берсе, Жәнібек қазір шығып кетуге дайын ғой, енді ол мықтылармен. Енді олар келіспей жатыр. Жәнібекте мысалы қазір жасы 32-де әлі қанша жыл былай әлеуеті бар деген енді өз ойыңыз. Алла біледі ғой, денсаулыққа да байланысты. Мысалы мен айтайын, мысалы, гена олимпиададан кейін сразу Америкаға кетіп қалғанда, ол уже вообще 4-5 салмақта абсолют чемпион болар еді. Оны просто бір 5 жыл Германия ұстап қалды ғой. Генаның өзі қанша 40-қа дейін, 42-ке дейін ойнады ма? 40-қа дейін ойнады. 40-қа дейін ойнады. Бәрі денсаулыққа да байланысты. Қазір Мэнни Пакьяоны 45-те дейді, қайтадан шығамын дейді. Иә. Көрдіңіз бе? Енді көрдіңіз бе, бұл енді реклама, ажиотаж білен, мотивация. Енді оған елдер деген қайтадан Майвезермен қойса екен дейді. Или қайтадан Макгрегормен қойса екен деп. Елдің сонда несі ғой? Ол бизнес. Шын айтқанда бизнес болып. Ел нені қалайды, соған қарай байланады. А енді мына Жәнібектің ол қазір бизнес емес қой, просто ол қазір өзінің атағын шығару керек болып тұр. Поезді жинап алғысы келіп тұр. Мен енді шын айтсам, кәсіпқой бокстың саясатты промоутер компанияның басында бір оқып түсініп келе жатыр еді. Одан кейін уже Американікіне уже басқаша болып кетті көзі. Ол жақта уже каждый мелочь обдуманный дейді ғой, орысша. Каждый мелочьтің бәрін четко орнына қойған. Біреу енді кері жоқ дейді, біреу ұсыныс жасайды, біреу айтады, давай сразу 2 пояс ойнатып жіберейік дейді. Көрдіңіз бе? Оны енді ар жақтағылар біледі, мен оны сол жерде промоутерлар біледі, менеджерлер біледі. А мен енді біз Қазақстан істей аламыз. Біз только қолдаймыз. Жеңістіріміз болды сол. Тақым қысып отырамыз. Тақым қысып, сол қолдап отырамыз. Не болатын уақыт көрсетеді енді. Ал әңгіменің соңындағы қазір өзіңіз қайдасыз, не істеусіз? Енді шын айтатын болсам, қазір Қайнар академиясының университетінде дене шынықтыру мұғалімін.
негізінде 2022 жылға дейін шаңырақ дарынды спорт олимпиадаға даярлау спорт мектебі интернатында жұмыс істедім. Денсаулығыма байланысты сол кішкене біраз үзіліс жасадым. Сол қазір басқа жұмысқа ауысқаннан кейін кішкене өз қалпына келдім. Енді Құдай қаласа енді мына Жәнібектің несіне ары қарата болашағында үмітті қойған мақсатына жетсін екен деймін. Ана ата бабаларымыз айтады ғой, таудай талап беруші бармақтай бақ берсін десе, бағына жетсін. Сол қойған мақсатына жетсін. Айтады, ағып тұрған Алатаудың бұлағы дейді, сол бұлақтың үстінде тұрған тас дейді, сол тастың үстіне жетсін. Еліміздің, жеріміздің туын желбіретсін. Сол үлкен белестерге жетсін деп дейміз. Бала-шағасы аман болсын, ана жерде ауылдағы ағайын туыстары, шешесі аман болсын. Дүниеге кеткен әкесі жатқан жер торқа болсын, иманды болсын. Не дейміз, денсаулық болсын бәрімізге де. Сол аман-есен болайық, жақсыда кездесейік. Еліміз аман тыныш болсын, батырларымыз көбейе берсін. Олимпиада чемпиондары көп болсын. Әрине бәріне жұмыс істеу керек, еңбек ету керек. Сол қойған мақсатқа жету керек. Бармақтай бақты жұдырықтан ұстап тұру керек те, жұдырықты жібермеу керек. Сол не деймін, болашақта жас спортшыларға сол үлкен үлес қосып, өздеріне мақсат қойып, үлкен үлестер қосып, биік шыңдарға жетсін деп тілеймін. Рахмет сізге. Сізге рахмет аға, студиямызға келгеніңізге. Ал құрметті көрермен, осымен біздің сұхбат аяқталды. Келесі жолы кездескенше сау саламатта болайық. Гандбол, волейбол, футбол, сау бол!